келді деп ордасында талайдың сайраған, сары самаурын ақ құман ей кең дастархан ау жайнаған. Ағаларда елдің ау аман бол, келді ме деп ай шаршыда, жеңгейлерімде бар еді ей ботадай көздер ай жайнаған. Ауылдылерімде бар еді, сүгірде ағамай келді деп, ат шаптырып та айқайлап ей хабарда салған ай еліне. Мәжілісі байтадау еліне, көңілі де құрғырай масанып, біз жүре беріп біз жігіттері ей адайдың берген ау желіне. Ей айдай ей айдай ей айдай қайнаға келдің ай дегенде, реңіңде қалай ай көрем деме, ей алыстан тұрып ай болшаған. Сызылыпта талай ай сыйлаған, құрбыларымда бар еді, қонып та кетсе шай құрдас деме, жанымды талай ай қинаған. Қыздарымда бар еді, шәйгіп та беріп ей атамның, бәтиқасын ай алам деме, ей саусақтарда майысқан. Қапшадай бедер ай қайысқан, алтыда қанатай ақ орда, айрылып та қалып ей барасың, біз сияқты да күніңде ей шабысы жүрек ай арыстан. Ей айдай ей айдай ей айдай ей айдай ей айдай қарт қазақтың ұрпағымыз алыстан ат жасар бала келсе, ауылдың ақсақалы келіп сәлем берген. Сондықтан да сонау ат етіп келген мына Сәрсенбай ағамыз осы жерде тұрған ағайын туыс бәрі жиналып, қол алып сәлемдесіп алған деген. Аллаға ассалаумағалейкум, қош көрдік. Басымызға бақ қонған ел Алла қалап бақытты бағалаған, ол да ғажап. Аспан астын жер үстін тойғып жүрген ассалаумағалейкум арда қазақ деп бір сәлемдесіп қояйын. Ал енді ағайын туманың өзі шалғайда болса да, осы көз үзбей, осы балдарды іздеп, осы жерде тумаластарды іздеп келгеніңізге Құдай қуат берсін. Қазір жол жүруде оңай емес дей тұрғанмен де, мынау қазақ бекер айтпайды, әке 6 ағаң айналып бір әкеңдей бола алмас, 7 жеңгең жиналып бір анаңдай бола алмас дейді. Әкенің орны бір бөлек, шешенің орны бір бөлек. Әке асқар тау, ана бұлақ, балалары жағасындағы жайқалған жасыл құрақ деген екен. Енді бүгінгі мынау әмина қыздарыңыз осы жердегі, осы қыздарымыз, тумаластарымыз кішкене бір жиналып бас біріктіріп, ағайынның амандық түгендігін сұрап, осындай бір жиналып жатқан жай екен. Ал енді жаңа жыл құтты болғай ағайындар. Құтты болсын. Өткендерге салауат. Сондықтан да бүгін енді аман ердің аты шығар дейді. Мың күннің сіз бізде, бір күнгі сіз біз осы жерге жиналып бір-екі тілегімізді айтайық, қауышайық деген ниетпенен қонағасы беріліп жатыр апалар. Ал енді құтты болсын, қош көрдік құрметті ағайын. Енді жаңағы адам пенде ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді. Қазақта мың жаса деген тілек бар, адам бірақ мың жасамайды, осындай өзінің өніп өнген ұрпағымен мың жасайды деген. Енді рұқсат болса, ауылымыздың ақсақалдары бар, осы жердегі әжелеріміз бар, жастар өсіп келе жатқан. Соған бір-екі ауыз мына дастарханның бір батасын, тілегін айтып отырыңыздар. Алдарыңызда қойған тағамнан алып отырыңыздар. Кішкене бір әңгімелесейік, амандық түгендік сұрасайық. Одан кейін бір әсем әнмен шырқап, кішкене бір көңілді қылып, ағайындардың арасын осындай мінеке. Ай көрмесең ағайының жат, жыл көрмесең жолдасың жат дейді. Сондықтан да мынау енді сабақ дейіне сәтіменен мынау адам айдаса бармаспын, Құдай айдаса бірақ қалмаспын дейді. Мынау дәм тұз бұйырып баршамыз осы мейрамханаға жиналып жатыр екенбіз. Осы бүгінгі қыздардың ұйымдастыруы бойынша. Ал енді бәрі де құтты болсын. Енді рұқсат болса ақсақалдардан бір тілек
айта берейік әлі бір-екі ауыз тоқтап. Mene бүгін ағайлар көп жылдардан бері келе алмай, 5-6 жыл болды кетті. Бүгін жиналып отырмыз әмемізге. Сіздерді міне жүдә сағынып келдім мен. Біреуін деп келдім, амалық қысты білейін десем. Mına keşif kadar bir sebeplerle keşif bırakıp keyifli kelip olurman, keşifesini olur. Ama mine birazlarınızda hemmenizi de köplerinizi gördüm. Ama bana ne vakitte ötürkün bana bazılar böyle durlar, paslaşıp kayıttı. Mine kışkantaylarımızın kurumumuz boysu batırgan ekemiz. Ülkeyi batırgan ekemiz, kuvveyi batırgan ekemiz bär gol bolsun. Aman bolsun aldılarımızda, aman Ülkeyi. Ama solardan kızığın, yaşlı gözler, ata-analar görsün. Amançılık bolsun, hemmemizge denimiz sağ boğay Kudayım. Uzak ömür görgüysüler, baktılar. Ama жақсы күндеріңіз көп болайын. Міне қуанышым менің шексіз. Бәріңді көріп жүдә қуанып тұрмын. Рахмет дегендеріңізге. Мына Бажақ ағынан жарылып, сағынып келдім. Көрмегенде қадірлі адамды, қасиетті адамды. Bizleri silayız, onlar bizleri silayız. Özü bir жақсы adam. Ya, onun ortasında vardık. Onda ana kardeş var ya, diyorsun jaktın şöyle olsun. Mine, kim? Çarşamba hoş geldin. Kazanın diğer Mağustava kutlu olsun. Ya, Ocakta kızı var desin de. Hareketlerinde, adılarından, kaydıklarından silap, aslında yine bakana gezin, orada ülken korumayı silah sıkar. Aslında silah sıkar. Ya, mesela şimdi, ona da basını жақсылыққа basılsın, бәрекелді, мына ел аман жұрт бейбіт болып, жол ашық болып, қарым-қатынас жақсы болсын. Енді шамасы өзің басына дегенде. Bir şartları geldi. O komşudan çıkardı, sol çıkardı. Jaraydı. Ayağlar, ben de yapayım. Ya, yaxşı görüyorsun, yem var kime, bayağının da kalırlayım ki yok oldu. Belki de bayraklarına kişi gen sağlık, vatandaşlarına amaysın kuleyim ben de. Aman bulunlar, sağ bulunlar. Қуаныштан сойларын тойлар жалғасын. Осы іргеміз мынау болғанмын. Бұлар кімді? Тұрар. Көрмейміз осы дишатсы бұл. Осы үшеуін де әзілдеп оқырмын ғой. Мына бажасы, қонақ жездеміздің бажасы. 3 бажа қатар отыр дейді. Өте керемет. Бүгін жездеміз Сәрсенбайды жиеніміз дастархан жайып, тумаластарын бәрін шақырып күтіп жатыр мінекей. Жездеміз де еберсін, апамыз да қол ашық адамдар, көңілі ашық адамдар. Сондайлығын білдіріп, жиеніміз де
қай жағына тартса да әйтеуір молодец осындай дастархан жайып бас қосып осылайық деп ағайындармен отырайық деп осындай үлкен дастархан жайып жатыр. Рахмет. Жездемізге келсек, жаңа айтып жатырмын ғой, кішкентайымыздан үйіне ауылына қыдырып барсақ жеміс жидек жеуге. Ол жегізіп, машинамыздың артын толтырып жеміске салып жіберетін, барған сайын қой түседі. Қыста барсаң, тауық үлкен бүрке тауығын түседі, түйе тауығын. Қолда шығадандар бәрде. Міне енді осы соңғы келгені дәрменнің тойына келіп еді ғой. Енді арадан 5-6 жыл сүт салып келіп отыр, кешегі тойға көрмей қалдым. Сіз ол жақта, біз бұл жақта аман болайық дейді. Осындай амандықты қуаныш дастарханда кездесе берейік. Сіздің ауылға барсақ той деп барайық. Біз сіз келсеңіз де той деп осындай. Денсаулығыңыз мықты болсын. Осы жүрішіңізде осы денсаулықтың арқасы ғой. Ауырмаң, сырқамаң, тек осындай қуаныш дастарханда кездесе берейік. Соған тілектеспін. Зияратап келдік, бір ай жер шардық. Ал қадамың құтты болсын, Мәжеке. Мына бүгін үлкен ақ дастархан жайып, Амина шай беріп жатыр, тума туыстардың бәрін жинап. Бұл үлкен өнеге болады, бұлай қарап тұрғанда. Сонда тәрбиелі, ақылды қызым істейтінісі ғой, бір адам қолдан келе бермейді. Алла разы болсын, аман бол сенде. Мына үлкендер бәріңізге жақсылық деймін, ауырмаңдар. Бажа дейді, бажаларды біз сиректесіп қалдық. Құдайға шүкір ең үлкен бажам. Бұдан кішісі дейін тағы да барды, майданелер. Өзенде. Құдай аман жүргей бәрімізді, аман барайық. Осы балдыздардың бүгінді қатты қуанып кетемін. Барған жерде Құдайға шүкір сыйымыз да бар. Ал осындай той бәрімізге нәсіп етсін. Аман жүрейік. Аман болайық деп. Рахмет. Рахмет. Сәрсенбай, қош келдің. Қарлығаш деген менің әрі ұстаным, әрі жан досым, бәріміз бір үйде өстік, бір үйдің адамындай болып өстік біздер. Қарлығаш, Нұрша, Күләш, Мұқаш, Фатима, бәрі барады. Соңғы екі бала соңынан не болды, олар не қылмай қалды. Осылар бәріміз бір үйде өстік біздер, бір үйдің баласындай болып өстік. Үйіміз бөлінген жоқ, екі үйіміз бір. Бір үйімізде бір үйіміз жата береміз. Қарлығаш деген менің жан досым бұл. Әрі туысым, әрі жан досым. Бірге өстік, бірге оқыдық, бірге ойнадық. Сондай жан досым екен, жатқан жері жақты болсын, алдынан жарылқасын, иманын берсін. Сәрсенбай ал енді. Қош келдің. Мына балдарың әне күні мына балам жүгіріп беріп құшақтап, мамамның подругасы деп, ойбай суретке түсейік деп, айналай құшақтап нетіп жатырыпты. Қарлығаштың мамасын еске алып. Рахмет. Ендігі жағында әйтеуір жақсылық болсын, аманшылық болсын, үйлеріңде тек той болсын, жақсылық болсын, бәріміз басымыз тек осындай жақсылыққа қосылсын енді. Тек аманшылықпен бәрің үйінде той болып, жақсылықпен жүздесе берейік. Айтамыз енді. Әйтеуір денсаулық, аманшылық болсын. Бүгін міне ауылдан жездеміз келіп, ағайындардың басын қосып, Амина, рахмет, дастархан жайып болсын. Жездеміздің құтты болсын, қадамы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, ауырмасын, сырқамасын. Өстіп ағайын, туыс, бауырлардың, балдардың, немерелердің қызықтарын көріп жүре берсін. Апамыз да бір ауылына жатқан шығар, жатқан жері жайлы болсын. Баршаңызға да осындай жақсы үндерді жақсылық тілеймін.
үйлеріңізде той болсын, барсақ келсек, сіз біз болып сыйластықта, тойларда, аманшылықта кездесіп жүре берейік. Бәрі жақсылықты тілеймін баршаңызға да. Осындай шығысты болсын, құтты болсын. Бауырларым, жезделер, балар, келіндер осы жерде отырған. Бүгін бір жақсы әдемі отырыс болып жатыр. Алыстан жездеміз келіп, бір аптадан бері қонақ қылып әр үйде бір мәз болдық. Бүгін енді мына жиынымыз Аминада той сіздердің бәріміздің басыңызды қосып шақырып жіберейін деп осындай әдемі шағын жайлы жерде осындай дастархан жайып жатыр. Рахмет, Аминажан. Бұл деген бір көргендіктің белгісі, өздері ата-анасынан көрген қонақты қалай күту керек, көргендігіңіз деп жатыр. Мыңда бір рахмет. Бұл жездемізбенен апамызды тие берсін. Қалай мақтасақ та сиятын, құрттай бала демейді, не демейді. Мен 84 жылы 25 жаста екенмін. Сонда осы Амина жаңаны босанып, бір айлық үйіне келіп отырғанда біз көшетін болып төсек орнымызды жібердік. Ал жезде апа деп үйіне барғанымызда құрақ ұшып айналдырған. Сонда құттай екі баламенен екеуміз барып отқан. Қоярда қоймай тоқтысын сойып, түнімен бізді қонақ қылып, апамыз деген славяныңдап шығарып салып еді. Одан берді енді 40 жылдың үсті болды. Жездемізде үлкен ақсақалды, үлкен ата болды. Шүкір бізде оның бер жағда әже болды. Өмір деген судай ағып атқан. Бір қарап отырсаң, көзге көрінбейді екен, артынан қарасаң бір талай жасқа жетіп қалдық. Енді сол сыйластығымыз мәңгі болып келе жатыр. Әкеміздей, жаңағы жезденің жақсы әкеңдей болады деген. Жездемізге ризамыз. Сау болсын, аман жүрсін. Ендігі жерінде осы көзге көрінген бала шағасының қызығын көріп жүре берсін. Тезірек шоқыратыңызда үйленіп, тойға барайық жезде. Барғаймыз. Енді немерелердің, шөберелердің тойын көріп жүре бер. Бәріңізге осындай тек жақсы күн тілеймін. Ағайын тума туыстар, осы ауызбіршілігіміз мәңгі болсын. Сіз бізде өстіп тек барыс келістен айырмасын. Жақсы күнде, жақсы қуанышты күнде кездескейміз. Еліміз аман, жұртымыз болсын, тыныш болсын. Жастарға тек осындай жақсы үлгілер санасына құйыла берсін дегім келеді. Үлкендерді сыйлап, осындай тек жақсы дастархандарда қалай жолыққандарымыздың бәрін осы жастардан күтеміз ендігі жерде. Сіз біздігіміз мәңгі болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Дастарханнан алып отырайық, құрметті ағайындар. Су ағады, тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады дейді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан таңның атыс кештің басысы тіршілік. Мына барына үлкендерге Құдай қуат берсін. Жаңа айтып жатырмыз. Адам деген, пендеген, мүсәпір болу дем деген, қайранда қайран, денсаулық, бақыт пен байлық сіздеген дейді. Ал енді апамның тілегі қабыл болсын. Сөз мынау. Бір шапанымыз бар ма жабайын деп атқан? Ай, бәрекелді. Бір шапанымыз жауып қояйық. Ал, құтты болсын, шапан алып қойыңыздар. Бар. Бәрекелді. Ал құтты болсын Сәрсенбай аға. Шапаныңыз қошни-мошни болды мұны. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, мынау мынау енді дастарханды жайып бұрынғы көрген қыздар мың жасасын, ұрпағының қызығын көрсін. Осы кісілерге рахмет. Енді мына тағамнан алып отырайық. Қазір осы бірінші әнімізді ұлықсат болса ата-аналардың құрметіне арнаймыз. Себебі жаңа айтып отырмыз ғой,
Енді апамыз дүниеден өтсе де соның көзіндей болып мінекей ағамыз бар екен. Алла денсаулық берсін. Сондықтан да осы ата-аналардың құрметіне алғашқы әнімізді айтамыз. Мына шайдан алып отырайық, құрметті ағай. Кештің кезі шайдан алып отырайық. Ішкен ас түске жетпес, ықылас естен кетпес. Мына пәне жалғанда сіз біздеп ширасқанға ештеңе жетпес дейді. Келгені той деп атсыздар ғой, дұрыс па келген. Қонақ асы осының бәрі бір ауызбіршілікті білдіреді. Сондықтан да рахмет сіздерге осындай қаумалап қол боштап атқандарыңызға. Дұрыс. Ата-аналардың құрметіне.
Kıbrıs
Енді осы деген үлкен апалар сөйлей берсін. Қонақтар келе жатар, бір-екі ауыз лебізімізді айтып отырайық мінекей. Өзгерген, бірге өскен. Ал бүгінгі әдемі кешті ұйымдастырып жатқан Амина жиен сіңілім айналайын. Рахмет. Папам келіп қуанып жатырсың. Көңілін бірлеп жатырсың. 5-6 жылда тойдан кейін келе алмай ортаға ковид түсіп, бір-екі тойға келе алмай қалып еді жездеміз. Енді Алла күш-қуат бергей сізге, денсаулық бергей, тойларды қалдырмай келіп кетіп жүре бергейсіз енді. Бүгін жаңағы жеңшем айтқандай апамда бір аунап төстеп жатқан шығар. Мына отырысымыз жақсы болып жатыр, көңілімізден шығып жатыр. Осы ауызбіршілігімізге, бауырмалдығымызға, осы отырысымыздың Алла көз тимесін деймін. Арамызда енді болу керек үлкен жаңыл жеңшем жақсы болып кеткей, тезірек Алла шипасын бергей. Әке шешеміз өлсе де көзін көргендер өлмесін деген осы мына отырған үлкен 2 жездем бар, апам бар, жаңыл жеңшем бар. Соларға Алла күш-қуат бере берсін, денсаулық бере берсін, алдымызда ұзақ жасап жүре бергей. Осындай отырыстарымыз көп болғай. Енді Аллаға шүкір, бір айдан бері той тойлап жүрміз десек те болады. Мына бүгін келінді де тәтті шайға шақырып жатыр екенсің. Қадамы құтты болсын келіннің, жаңа келіннің. Жездесі тойдан бері міне енді сіз келіп тағы тойлап жатырмыз. Күнде бір үйге барып қонағасы жеп шашбауымызды көтеріп жүрміз. Тойға келген, Алматыдан келген апалардың артында жүрдік. Бір 10 шақты күн, бір айдан бері тойлап жүрміз. Алла осындай тойдан жазбасын, той-тойға ұласа берсін. Жақсы күндерде басымыз, бауырымыз бүтін, басымыз аман, еліміз тыныштан осындай тойлап жүре берейік. Жалғастыра берейік апа. Келген қадамымызға гүл бітсін, аман сау осылай ортамызда. Деніңіз сау болып жүре берсін. Ал жезде мен тұрып айта берейін. Мен келін болып түскен кезімде мен Қазақстанның қызы болдым ғой. Сол ауылда Қазақстаннан келіндер аз түсетін еді. Жездемнің үйіне праздник сияқты баратын едік. Төркініме барғандай көп москвич апайдап үйден шығарып бәріміз барамыз. Апам мен жездем екеуі өте жақсы қарсы алатын. Апам шебер болды. Сол шеберлік Әминаға дарып, қазір болды жақсы, соның арқасында әйтеуір маған тауып жақсы болып жатыр. Жездемнің үйіне барған кезде апам деген жүктері биік болып өстіккен көрпешелер жиналып тұратын еді. Сол көрпешелердің барлығын құлатып біздің астымызға төсеп, малды сойып, әйтеуір бәріміз сол үйде тойлап қайтатынбыз.
қайда барасың деді. Иә, жездемнің үйінің бақшасы толған. Ол жерде анау мынау жемістер болмайтын еді. Кешеден бері айтып жатырмыз, грушаға ұқсайтын қарбыздар болатын еді. Сол қарбыздарды жездем жегенімізді жеп, жемегенімізді машинаның асты жерге тигенше артып жіберетін еді. Өте ашық, жақсы адамдар болды, үлгі алатын адамдар болды. Мен мына келіндерге айтып жатырмын, таныстырды жездемдердің. Апам мен жездем екеуі ұстаз болды. Сол ұстаздықтарына сай өте апам тік жүретін, еш уақытта мынандай өзбекше көйлек сондай киген жоқ. Өзі әп-әдемі қылып, костюм юбкалар тігіп, үйге қыдырып келетін еді, әп-әдемі болып. Бәріміз біздің үйден бір шай ішіп, екі үй көрші қой енді. Жай жақ дейміз, сол жаққа кетеді. Одан апамдар келем дегенше біз етті асып, дастарханын жинетіп, біздің үйде қонып, өте жақсы адамдар болды. Бізде осындай естеліктерді есімізге түсіріп, бізді қуантып келіп жатырсыз. Ауырмаңыз еш уақытта, тез-тезден қыдырып келіп тұрмыз. Біз сізді жақсы көреміз. Ал осындай отырыстарымыз көп болсын. Әмина бастап жатыр ғой. Антошка айтатын еді, жеңше ұйымдастырып, өз-өзіміз осылай тез-тезден отырып тұрайық та деп. Расында бір жақсы болады екен. Ендігі жерде тез-тез мерекелерде бәріміз осылай жиналып, жақсы бір-бірімізді. Иә. Осы отырысымыз ары қарай жалғасын. Біз Антошканы қолдаймыз. Иә, қолдаймыз де. Иә, соға кешеде қуаныш айтып отыр еді. Көрісуді бәріміз осындай жерде кездесіп, ұрпақтарымыз көбейе берейік. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда осындай жақсы күндер көп болсын, аман болайық, жеңшем жақсы болып кетсін, ауылымызда той көп болсын. Қадамыңыз құтты болсын. Құда қаласа Алла денсаулық беріп тағы да келе беріңіз, тойларға келіңіз. Амина, папаңа қонағасы беріп жатсың ғой, оң болсын. Саған Алла есесін жеткізсін, табысын еселеніп деп, оның сау болып. Құда қаласа келесі қонағасыңды өз үйіңдегі бергейсің деп тілеймін, тілекшімін. Соған папаң келіп, қоныс той беріп, соның куәсі болғаймыз. Бәріңізге амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Осы үлкендеріміз аман болсын. Менің мамам да денсаулығы болмай жүр кішкене. Алла шипа берсін. Осы тек жасыл күндеріміз аман болсын. Соларды қуантып жүре берейік, өстіп, қонақ қылып күтіп. Үлкен жезде Амина, жездем папаңа қадамына гүл бітсін, Амина. Папаңның аяғы келген қадамына гүл бітсін деймін. Тек тойға келсін, тойға барайық. Дені сау болсын, жүзіңде әрқашан табысың мол, Мәдина қызығын көре бер. Отыз отырған ағайын туманың бәрі тек жақсылық, үйлерінде той, дендеріңізге саулық тілеймін. Алып жатқан жеңшем жақсы болып кеткей. Кезде әрқашан өстіп, қыдырып келіп, барып келіп жүре беріңіз. Қуанышты күндеріңіз көп болсын, Амина. Рахмет. Дұлап шақыратын. Рахмет. Ал жезде қош келдіңіз, қадамыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, жасасаңыз, балаларыңыздың, немерелердің қызығын қызықтап, шалқып жүре беріңіз деймін. Ал Амина бүгін нағашыларының басын қосып, ақ дастархан жайып, қонағасы беріп жатырсың, пейіліңе берсін. Әрдайым басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, тек қана қуанышты күндерде бас қосып жүре берейік. Үлкендеріміз аман болсын. Бәріңіздің отбасыңызға тек амандық,
бақыт тілеймін. Осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Бір қанаттанса дейді, осы кішкентай қарындасымыз бар екен, күйші. Тойдың соны бір тамашалайық. Бүгін келіңіз, нағашылар келіп жатыр екен. Столмен. Ал шай тамақтан алып отырыңыздар, құрметті ағайын. Bir kүй болсын. Сосын ары бір биге тұрайық, солай ма? Күйден кейін би болсын. Depois nasce,
Алла таси берсін балаларды. Жақсы оны домбыра деген түгел саздың бәрі соның ішінде. Мына енді жеңгелеріміз кішкене апалар билегісі келіп отыр, құрметті қонақтар. Рұқсат па? Үлкен кісілер отыра берсін, сіздер енді отырып алмай кішкене тоқпасайық. Сіздердің құрметтеріңізге әсем би болсын, келіңіздер.
Emine, Thomas'ın. Ay, nerede? Ama şimdiden sağ olun. Yastık kezi bir insanı git toplayın zorlama diye. Kazağımızı söyleyeceğiz. Hazır ülke asımız kelgeniçe tағы da birinci dasturxanda tile barışын жалғастырайық. Жездеміз келсін, қонағында женіміз дастархан келіп бәріміздің басымызды қосып дастарханда осындай қуанышты күндер болады, көп бола берсін. Жездеміз анамызда бәрі ағай қонағаман болсын. Осындай қуанышты күндер отырайық. Келіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Көрген сайын қуанамыз ғой бір-біріміз. Енді қартаймаңыз, осы күнде жүрмеңіз, кейде көргенде сұрақтан сауға бағана тұрсаңыз құдайға шүкір. Сол деніңіз сау болып жүре берейін. Енді бала кезімізден ауылға каникулға жіберетін кезде ең бірінші сізге шақтарды барып барғандай дейді. Бір лагерьге барғанда қуанып кетіп, апа жездермен енді ол кезде
балдар сарып қойғысы келген ең бірінші есте қалған ең бала кезімізде біздерде андай нан илейтін дейді үлкен табаққа помидор болса свежий салат қораға тағитын дейсің екі ұзын стол жайылған мөй етіп қонақ келейін деп жатыр ма деп сұраймын жоқ өзімізге ғой дейді да үйдің төрт бала қызы бар сосын біздер келіп жатқасын үш төрт бала болып жаңағы бақырма асында тағы жадырау болды ма екі-үш адам болып қалып бала болып қалған кезіміз бір ай бүйтіп отыр солай қонаққа шағын қонаққа жайылғандай болды дастархан жайылып жатыр солардың бәрі естеп сол енді көп болып бармағанда ауылға барсақ та бір барып келгіміз келіп жүр басымыз алмаса бұйырса барамыз иә сол сізді жақсы себептермен былай сағындым деп қыдырып келе беремін соған денсаулық жеткізсін біздерде тек себептермен шоқырақ үйленсе бәріміз бір баруда арман болып жүр соны себеп болып жақын арада барып қалсақ та жақсы болатын еді ал сол осылай анда-мында қонақ қалап жүре берейік деп біреуіміз сыйласып сол сияқты ақ дастархан жайып сыйлап жатсыңыз рахмет өмір жасыңыз ұзақ болсын жезденің жездесі жігіттің төресі деп жүре беріңіз дей берсін әкеміз сұраймын аяғында ол қалай бізге балам ғой енді кіші балам жезде ой ол жігіттің серісі жігіттің төресі дейді да енді біз баламыз ол кезде 10-15 жас толмады осы сол рахмет сізге сыйлап келіп жатсыңыз сіздің жасыңызды бізге берсін бізде осындай ақылды жаңа жайып баршамызға ағайын туғанды қосып осылай отырып есіп етсін баршамызға әрқашан не деймін бақыт тілеймін тек қана қалған өміріңізде аңсаған арманыңызға жетіп сол ниеттеріңіз орындала берсін отбасыңызға тек қана бақыт береке тілеймін баршамызға рахмет сол тілеймін осындай үлкендеріміз алдымызда осылай аман жүре беріңіздер ақ дастарханда тек тойда жолға дейік баршаңызға аман болыңыздар дендеріңіз сау болсын үйлеріңізде той болсын бақыт береке болсын мына жерде осылай қабыл дейді қыздар да бар айтайын дегенім бүгін шұқыраттың туған күні сияқты точно шұқыраттың туған күні құтты болсын үйленген тойында отырғаймыз бәріміз сол есімде қалып кетті сол бәріміз жақсы күнде кездескенбіз тағы үйлеріңізде той болсын Амина, рахмет дастархан жайып қонақтар күтіп жатсың табыс бол табысың берекелі берсін өсіп жатқан қызың көр жақсы күндерін көр тойға келейік үйіне папаң келіп жезде келіп қуанбақсың рахмет ойбай қош келдіңіз жезде деніңіз сау болсын қайда жүрсеңдер алла денсаулық берсін сіздерге тойға келіңіз тойда немере шөбере істеп жүре беріңіз барлықтарың үйлеріңізде той болсын жақсы күндерде отырайық рахмет енді жастар айтып жатыр қазір сен бір ән болсын енді мына ағаларымыздың кезінде талай айтылған шәмшін әндеріне тоқталып бәріміз сіз болып біз болып бір ән шығайық
жер болмас, туған жерде жер болмас дейді. Енді туған жердің құрметіне. Жайымсан, жезде қадамыңыз құтты болсын, Маңғыстауға қош келдіңіз. Әрдайым тек осындай тойдың қарсаңында келіп тұрған нәсіп етсін. Дәм тұз бұйырып, осындай дастарханға жиналып қалыппыз бүгін. Аминаш жаным, енді келесі неде, өз үйінде, өз шаңырағында дастархан жаю нәсіп етсін. Тек соған куә болайық бәріміз. Бәріңізге жаңа жылдарың құтты болсын. Келіндерің де құтты болсын. Міне тойда бола алмадым. Келіннің аяғынан дейді. Бауырыңызға бақыт болып қонсын. Бірлі шүбірлі болып, үлкен отбасы болсын. Амина, сендей жаным. Бақытты бол. Аңсаған армандарыңыз бәрі орындала берсін. Құтты болсын, қош келдіңіз Маңғыстау жеріне. Аман жүріңіз, жақсы күндерде келе беріңіз. Сізді көрмей жатып жақсы көреміз, өткенде мен келін болып түскеннен бері бердақсақ қоз деп бәрі мақтап, көздері жылтырап, еске алып отырады сол ауылды, сіздің үйіңізді, шаңырағыңызды, апаңызды. Аман жүріңіз, тек деніңіз сау болсын. Амина. Үлкенге құрмет көрсетіп,
кішіге ізет көрсетіп осындай қонағасы беріп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын, сендей ұрпақтар бәрімізде болсын. Жақсы күндерде өстіп бір-бірімізді көріп, қолпаштап жүре берейік, аман болайық бәріміз. Қош келдіңіз. Амина, папаң келіп көзайын болып жатсың. Қуанышыңа ортақпын. Рахмет, осы туыстардың басын қосып, үлкен дастархан жасап жатсың. Есесін Құдай жеткізсін саған. Барлықтарыңды көргеніме қуаныштымын. Денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, әрбір шаңыраққа амандық тілеймін. Үлкендеріміз аман болсын, кішкентайларымыз ауырмасын ешқашан. Жаңадан түскен келін құтты болсын. Тек тойда жақсы күнде кездесейік. Жанымыз жамандық көрмесін. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Үмітін ақтайтын перзенті ол. Осындай дастархан бізге де бұйырсын жаюда. Тек дендеріңіз сау болсын, жезденің қадамы құтты болсын. Осындай екі ортаға жол салып, қыздардың ауылдарына келіп кету. Соған Алла тағала ұзақ ғұмыр, денсаулық берсін, тек осылай жол жүруге нәсіп ететін. Дастарханыңыз жақсылыққа жайыла берсін. Бар жақсылық тілеймін сіздерге. Ең бастысы деніңіз сау болсын, папаңыздың дені сау болсын. Осындай ақ дастарханда ағайындың басын қосылып жатсыз, сізге үлкен рахмет. Жақсылық болсын отбасымызда. Сәлемдер. Келген адамдарымыз болсын. Аға Маңғыстау еліне қош келдіңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сіздің қызығыңызды қызықтап, Амина апамен алдына жүре берсін. Амина апаны да танытқаны 23 жыл болды. Жылдан бері бір жерде тұрдық. Жылдан бері болғанда кезінде бір жерде тұрдық. Былай жақын болып кетеміз деп вообще ойлаған жоқпын. Кейбір жақтарда ағайынымыз бар бізде. Құмар деген апам. Менің апам, Ақтот апамның Серға жезден бөлесі боласыздар. Жақтан туыс болып шықтық біздер деген. Бұдан бері Амина апамен жақсы араласамын. Амина апа, қызығыңыз мол болсын. Шақырылған дастарханыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Сіздей жақсы адамыңызды барыңызына қуанамын. Апам ретінде қабылдап ол кісіні деген. Өте рахмет. Амина апа, жақсылығыңыз мол көп болсын. Ешқашан жаманшылық көрмеңіз. Алдағы уақытта бақыт тілеймін сізге. Қызыңызды ұяға қондырып, қызыңыздың қызығын қызықтап жүре берейік. Сіздің қызығыңызды маған да берсін. Араласып, осындай кең дастарханда жүре берейік. Көргеніміз той болсын, ешқашан жаманшылық көрмейік. Сол үшін қойыңыздар, құтты болсын, тек айтқан дастарханымыз кеңге жайыла берсін. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Апа, бүгінгі жайлы дастарханыңызға рахмет. Осындай ағайындар басын қосып, қызыңыздың қызығын қызықтап жүре беріңіз. Тек той болсын. Ал енді жастардың тілегеннен кейін бір әсем. Мына Бауыржан ұлдарыңыз Маңғыстауға, жалпы Маңғыстау емес, батысқа белгілі осы Маңғыстаудың жыршы, термеші, әнші, биташар. Сол бүгін енді күнді ұстата бермейтін бала бүгін арнайы шақырып, бір-екі ауыз келген қонақтарға алыстан өзіңіздің өнеріңізді көрсетерсіз деп, мен інім болғаннан кейін шақырып едім. Ал енді тамашалайық, құрметті ағайын. Шай ішіп болғасын салғандарыңыз, бағана салған. Бірақ жастарда енді кеш жоқ. Құтты болсын, келіндерінде қадамы құтты болсын.
şalkabay Tübede turdum kalkabay Üzün var şerde kasımda Köngülüm benim sarkanay Sürüşedim sarkanay Şanar şaysan sarkanay Köngülüme kökçem bülekken Haydasın, haydasın, haydasın altınay Şaysan sarkanay Köngülüme kökçem bülekken Haydasın, haydasın, haydasın altınay Sağınış lebe Kökçemden deme Mazas üstünde Ansadım seni Kugüldür bağlar Munartkan tağlar Şanımda çerpe Köngülümde ağlar Nur bükкен mamam Bақытты шағым Арайлы таңым Сағындым мен Боз бала кезім Бала olsa сезім Мәңгілік кесті Сүйкімді сөзім Көгілдір баулар Мұнартқан таулар Жанымды жерлеп Көңілімді аулар Нұр бөккен маңым Бақытты шағым Арайлы таңым Сағындым мен Базарлы барым Ағарылы таңым Басқаным шақтым Бақыты шағым Көгілдір баулар Мұнартқан таулар Жанымды тербеп Көңілімді аулар Нұр бөккен маңым Бақытты шағым Арайлы таңым Сағындым мен Сағындым мен Садик, осы жерде келді жаңағы әлі тілек айтты деп солай ма? Дәрмен айтсын, дәрмен жігіт. Кешеден бері жақсы тілектер айтып жатыр. Соның бәрі қабыл бола берсін. Амин апа, басымызды қосып отырғаныңызға рахмет. Осындай жақсы отырыстар көп бола берсін. Ауыз өршекте болады. Енді ұлықсат болса дастархан жайып сіздерге өзінің ақ жүрек бейілін көрсетіп жатқан қазір осы Амина қандасымызға берейік. Қыз тілегі қабыл дейді. Жаңа айтып жатырмыз ғой, жақсы тілектің бәрі. Енді келген қонақтарға бір екі ауыз лебізіңізді білдірсеңіз. Бұл жерге барып келген нағашылардың бәріне рахмет айтамын. Дастарханымыз тойға жайылсын. Өткендеріміз алдымызда аман жүрсін. Осындай нағашылар тек қана менде бар деп мақтансам болатындай нағашыларым бар.
әкемнің қадамы құтты болсын. 2019-да тойға келгеннен кейін, осы Дәрментайдың тойына келгеннен кейін кешігіп өтіп барады. Дәрментайдың да уже 2 көкесі жүгіріп жүр, өтіп жатқан өмір. Әкем келсе тек қана тойға келмейді. Әкемнің ауылға барғаннан кейін юбилей тойын жасап жатсақ, ауылда да күтеміз сіздерді. Әше нағашыларымның үйіне барсақ тойға барайық. Үйленіп жатқанына Дархан әнімізбен келініміз бақытты болғай. Өніп-өсті, 2 жаққа қызметі тең болсын, бала-шағаларың көп болсын. Келе алмай қалған ағаларым, естімей қалған бөле апам қалып қойып ортада. Ештеңе кетпесе той болғыз. Сондай болатын шығар арасында. Иә, кешірім сұраймын, айтылмай қалыпты. Сіз айтмайды той жоқ қалып тұра қалыз. Жанболатқа да кеш қалып, шақыра алмай қалып ренжімесе. Сол келсеңіздер тойға керек, тойда көрсек, жақсылық көп болсын. Келгендеріңізге бәріңізге рахмет айтамын. Осы Ақтауға келуге себепші болған Гүл әжеңізге ерекше рахметімді айтайын. Сол ковид уақытында келесің бе деп 3 күн ойлап 4-ші күн билет алдым, ал келе жатырмын деп келіп қалдым. Ақтауға келіп жаман болған жоқпын. Қуаныштың жасы болсын деп жұмыстарың жақсы жүріп жатыр. Анам кірі кезде де бір керек деген кезде келмей қалып едім. Ол кезде алмады телефон. Келу керек деп деген өкінішім бар. Анамды құдыққа келе алмай қалған бұл өкінішім. Жоқ, өзі келіпті ғой. Соңына қарай бірге келейікші деген кезде мен балалығым деген қоя тұрып едім. Ондай ойламадым. Әлі де алдымызда жүреді деп ойладым. Сонымен келе алмай қалғанда шүкір, рахмет Гүл әжеңізге рахмет ерекше. Сол келгендеріңізге рахмет бәріңізге. Ал енді үлкен ақсақал Сәрсенбай ағамыз бір-екі ауыз мына ағайындарға бір-екі ауыз лебізін білдірсін деп отырмыз енді. Жаңа бір жары болған жоқ. Енді микрофонда сөйлемейді. Міне жас үлкен, жас кіші, әңгімеңіз аған қызыма көп жақсы тілектерді айтсыңдар. Енді менің қоғыралы жүдә бір жақсы тілектерді лайықпан ба, лайық емес пе, өнер үйренімдерін лайық шығарман біраз жақсы сөздер айттыңдар. Рахмет, әңгімеңізге. Ақиқатында да жүдә жақсы кәптерді айттыңдар. Енді азмас кемшілік болды, енді себеп қойылды. Сонда осында айтып кетейік, жаңағы жағдайлармен келе алмай қалдым. Алдыңғы нелерге ковид не болды, соның келе алмай қалдым. Рахмет, әммеңізге ырзамын. Жас үлкендеріңізге де, жас кішілеріңізге де. Әммеңіз аман болың. Бірақ таза түскен келіндерімен бәріңізге жақсы әңгімелерді айтты. Құдай мені жасымды берсін. Аман болсын дейлеріңіз, әммеңіздің дейлеріңіз сау болсын. Құдай бақытты болыңдар. Өнім өсіңдер. Мына кішкентай жұмсы енді әлі ұлғы барған шығар, шамыз барған шығар. Мына балаларымыз бізде көп ойнаған, жүруген біздің балаларменен бәрін ескеп жүріп атымыз рахмет. Мына байларымыздан қуанышта күтіп алып атыпты, аяғымызды жерге тигізбей. Қасымызда жүріпті, бәрімізге рахмет. Қызметлеріміз алдынан айтсам. Ағайыншылығымыз бұдан бетер бекем болғай. Алла менен денсаулық берсе, Құда қаласа, той томан не болса, мереке болса,
kelin şart, kelin. Eşini yok. Sağlık verse, kuyum kırıklıklı Allah bile de aldılarına. Aman olun, sağ olun, daim жақсы күндеріңіз көп болғай әміріңізден. Аманшылықта көрсетейік. Біздің осы жүргізіп жатқан қаңғыртатынға да рахметім шексіз. Өзіміздің ауылымызда болған ағасы екен. 3 жыл, 4 жылдан бері таныспыз. Маған кент болып келіп танысып сыйластығымыз жақсы. Осы кештіңіз беріп жатқаныңызға сізге де алғысым шексіз. Рахмет. Тілегін айтып жатыр ғой, әке тілек, ана тілегін айтып жатыр. Ал енді мына ортамыз тола берсін, Әмина мына құтты болсын, көзді айтын мына тумаластарыңыз келіп. Және енді мына Әмина қарындасымыз осы Маңғыстауда бірден бір тігінші бәріңе белгілі ғой. Бізде мына осындай аспаптарға ремен бір заказ берген кезде заклопка дейді, осы кісіде ғана бар екен. Домбита деген бізде үй бар, кезінде орыстарда болған, орыстардан бәрі көшіп кетті. Қазір ондай жасай тігетін адам қалмады. Сөйтіп осы Әмина апай деп барамыз жұмыс түсіп барған кезде. Бір күні орысша біледі, настроениесі болмаса бір күні қабылдап жарып қалады еді заказды. Ал енді қолыңа Құдай қуат берсін, аман жүріңіз. Мына өсіріп жатқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Енді жақсы әндер айтылып жатыр, енді бір шайдан алғанша аналарынан, әкелердің құрметіне бір ән айтуға болады. Бауыржан істейді. Жақсы. Мен өзім айтып бере салайын. Ал енді тамақтан алып отырайық, құрметті ағай. Сорпа келді ма? Келіп жатыр. Енді ата-аналар аман болсын. Біздің енді ата-аналарымыз о дүние қойып кетті. Бізде осы қоныс аударып, бес қаладан ертеректе сонау 90-шы жылдары. Бірге тумақ барды, бір күн жүрмеу жоқ дейді ғой, әркім күн көрген жерде жүреді. Қайда жүрсек те аман болайық. Ол жақта сіз аман болыңыз. Мына жақта біз аман болайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Мынау ортадағы алтын көпір айтып күнде келіп кетіп жатқан дүние ғой енді қазір ел сау болса. Сондықтан да енді мынау шалғайда жүрген бір жеңгемізге барып қайтамыз. Арасында Аламның жаққан ошағы деген бір әмір солғанды. Жолын өткерген, көктем мен күзін көп көрген. Қыз болып қырдан гүл термей, тезек пен қызыл шоқ берген. Анамды аңсап барғанда, сән беріп тұрған парманға, нұр жалын қара ошағын, шәл суы оттан қалғанда. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Ақ бауыр сағын пісірген, әмбіғі асын түсірген. Ошағы менен, қарызбын қошағы үшін мен. Түтінні түзу шығатын, күйесі кие жұғатын, анамның қазан ошағы бәрінен бері тұратын. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы.
көз көрген өшірмеймін деп сөз берген кесігін қалап алдына от жағып жаттау ақ жеңген айналып қана кетейін қадіріңе қайдып жетейін жеңешем асы піскенше ән салып күйін жердейін көңілім сондай босады жылуын бізге тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы көңілім сондай босады жылуын бізге тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы анамның жаққан ошағы Beri versin tabak. Veririz tabaklarımızı verip. Hay bereketler rahmet. Tabak ben koyup kendileri öpülüp koymasın devatım o ülke kişiler. Ben aytıldı biz енді Бауыржан екеуміздің атымыздан бір-екі ауыз тілегімізді айтайық. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой адам пенде ақылына сымбатты, ұрпағына қымбатты деп қайда жүрсек те аман жүрейік. Үлкендерге денсаулық берсін.
Тағы да қош келдіңіз аға. Алла бұйырса мінекей күн жылы бейбір жаймашуақ болып тұр ғой енді. Сондықтан да Алла бұйырса келе беріңіз, көбейе берейік жан-жағымыз. Апалар аман болсын мінекей жарқырап жүрген. Алла бұйырса алдымыздағы айда ораза қасиетті. Одан ары қарай Наурыз көрісу біздің Маңғыстауда. Соған дайындық жүріп жатыр қазір бәр жерде. Сондықтан да сол жаңа жылда кездесейік тағы да. Той құтты болсын. Сіз десек, біз десек, жақсы күнде кездесек деп қазір мына біреуіміз ас қайтары үлкен кісілер болса, біреуіміз бір дұға оқиық. Енді осы сағанадан бері өткен кеткенді қозғап жатырмыз. Амандық болсын, денсаулық болсын, ауызбіршілік болсын Құдайым. От бәлесінен, су бәлесінен, жала бәлесінен, көрінбес апаттардан аман еткей. Әмменен, дәстіңіз қоры болсын. Әммеге денсаулық болсын, мына өткендердің ұрықтары шарт болсын, жатқан жерлер жайлы болсын, имандар әмірі болғай Құдайым. Мына жастарымызға әммеге ұзақ өмір бербей, денсаулық бербей, аманшылықта көрсетбей. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد سبحان ربك ذات ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا الله Allah'ımız olsa bugün Kumalaslara hoşgörü törevletini emretken barış atalarımızın ardına bağışladık. Hamdülillah zeyli olsun toprağa da olup Allah'ın şerafet etsin. Rabbana atina fil nefesine ve fil ve fil nefesine Allah Ал енді кішкене әңгімелесейік құрметті ағайындар. Солай асығыс жоқ, суретке түсейік, қары қарай бимен жалғастырамыз.
жоқ